Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын өзбек тағамы дымляманы қара қазанда дайындайтын боламыз. Өзімнің ерекше дайындау жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Қазанға қызған майға жаңадан сойылған қой етін салып алдым. Үстіне тұз себеміз. Араластырамыз. Пиязды сақина тәріздес етіп турап саламыз. Болгар бұрышын дәл солай дөңгелек етіп турап саламыз. Сәбізім кішкентай болғандықтан сәндік үшін бөлмей салып жатырмын. Қызанақтарды саламыз. Ет жартылай піскенше қазанның бетін жауып қоямыз. Сарымсақтарды бүтіндей орналастырып шығамыз. Тұз себеміз, қара бұрыш және лавр жапырағын саламыз. Картопты осылай ирелек етіп турап саламыз. Картоп салып болғаннан кейін қайтадан тұз себеміз. Қырыққабатпен бетін толықтай жауып шығамыз. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Дымлямам пісті. Тарелкаға ең алдымен қырыққабаттарды осылай орналастырып шығамыз. Содан кейін ет, картошка, қалған ингредиенттерді саламыз. Мінекей қара қазанда дайындалған дәмді дымлямам дайын. Міндетті түрде сіздерде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, алдағы уақыттарда осыған ұқсас тағам түрлерін көргілеріңіз келсе, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.